Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен 198 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Сұлтанова Сандуғаш Қасымханқызы. Менің элективті курс бағдарламамның тақырыбы қызықты жаратылыстану 2 сынып оқушыларына арналған. Авторлық бағдарламамның мақсаты оқушылардың табиғат туралы алғашқы ғылыми ұғымдарын қалыптастыру, оларды қоршаған ортаға қызығушылықпен қарауға баулу, зерттеушілік қабілеттерін дамыту және экологиялық мәдениетке тәрбиелеу. Авторлық бағдарламаның міндеттері табиғаттағы негізгі құбылыстарды бақылауға үйрету, тірі және өлі табиғат туралы алғашқы түсінік қалыптастыру, қарапайым тәжірибелер мен бақылау жұмыстары арқылы танымдық қызығушылығын арттыру, табиғи объектілерді салыстыру, жіктеу, сипаттау біліктерін дамыту, табиғатты сүюге, қорғауға, ұқыпты қарауға тәрбиелеу, экологиялық мәдениетті қалыптастыру, оқушының ойын дұрыс жеткізуіне ғылыми терминдерді қолдануға үйрету, сұрақ қою, жауап беру арқылы ой өрісін кеңейту, табиғи материалдармен жұмыс жасау, бірлескен тапсырмалар мен жобалар арқылы ынтымақтастыққа үйрету. Авторлық бағдарламаның өзектілігі қоршаған ортаны қорғау жаһандық мәселе. Осы тұрғыдан алғанда, бастауыш сыныптан бастап экологиялық білім мен тәрбие беру аса өзекті. Бұл бағдарлама балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін оятып, оларды өздері мен үйлесімді өмір сүруге баулиды. Қазіргі заманның баласына тек дайын ақпарат жеткіліксіз. Оқушылардың ойлап, сұрақ қойып, тәжірибе жасап, шешім қабылдай алу қабілеттері артады. Менің авторлық бағдарламам негізгі 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім жанды табиғат, екінші бөлім жануарлар, үшінші бөлім адам, төртінші бөлім жер және ғарыш, бесінші бөлім табиғат физикасы, күш және қозғалыс. Бұл бағдарламада күтілетін нәтиже тірі және өлі табиғаттың айырмашылықтарын анықтай алады, адам мен табиғаттың өзара байланысын ажырата алады, табиғаттағы заттардың бір-бірімен байланысын түсінеді, практикада қолдана алады. Табиғатты қорғайтын ұлтжанды тұлға қалыптасады, қарапайым бақылау жүргізіп, нәтижесін айту немесе сурет салу арқылы көрсете алады. Табиғи объектілерді сипаттап, салыстырып, сұрыптауға дағдыланады. Эксперимент жүргізіп, қорытынды жасау жұмыстарына үйренеді. Сұрақ қою және оған жауап іздеп, өзіндік пікір айтуға дағдыланады. Табиғатты қорғауға қатысты мінез құлық үлгісі дамиды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сөз кезегі Рахимбаева Айгүл Қуатовнаға беріледі.